Өте дәмді кешкі ас әзірлейміз. 400 грамм ұнға 1 жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Тұз салуды ұмытпаймыз. 5-6 пияз алып, өте ұсақ етіп 4 бұрышлап турап алып, бұрыш салып, біраз қасық сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Етті, пиязды, картопты ірілеу етіп тураймыз да, қызып тұрған майға етті салып, пиязды салып, сәбізді салып, картопты салып, жақсылап қуырып аламыз да, үстіне дәміне қарай тұз, қарабұрыш сеуіп, бетінен асар аспастай етіп, қайнап тұрған суды құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Одан кейін қамырды жайып, сұйық майды осылай жағып, видеода көрсетілгендей етіп 4-ке бөлеміз да, 4 бөлігіне жаңағы туралған пиязымызды теңдей салып, видеода көрсетілгендей етіп, рулет тәрізді етіп бүктеп аламыз. Қайнаған суымыздың бетіне осылайынан саламыз да, жақсылап 40 минуттай пісіріп аламыз. Газдың асты ақырын отта тұру керек. Мінекей піскеннен кейін осындай болады. Табаққа салғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп саламыз. Профильдегі сілтеме арқылы YouTube каналыма өте аласыздар.